Кеш жарық, сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін сенбі, отбасылық демалыс болсын деп бүгін жұмысқа шықпадым. Үйде демалдым. Бүгін балаларға бір лағман, қолдың лағманын созып берейін деп кешкі асқа. Үйде нан жоқ. Нанды көбінде мен үйде қолдан пісірамын. Базардың нанын амал бар, жемеуге тырысамыз. Өйткені ода аштыққа нелерді көп қосады. Асқазанға зиян. Сол үшін көбінде қолым бос кездерде үйде пешке нан пісіріп қоямын. Бүгін бір жағы нан пісіреміз, бір жағы балаларға лағман, қолдан лағман созып берейін деп жатырмын. Өйткені балалар қолдан созылған лағманды жақсы көреді. Әдетте 5 күнге қарбалас боламыз да. Жұмыстан келгенше жай болып кетеді. Лағман созғанға кішкене уақыт болмай қалады. Соған бүгін сіздерге қолдан созған лағманымды көрсетейін. Өзімнің үйде әдетте пісіратын нанымды көрсетейін. Мінекей нан илеп алдық. Кішкене қаттылау болу керек, қатты жұмсақ болмау керек, қатты да болып кетпеу керек. Қолдың лағманы суық суға илейсіздер, тұзын кішкене өткізіп илейсіздер. Тұз аз болып қалса, пісірған кезде тестасы езіліп кетеді. Жұмсақ болып қалса, созған кезде жабысып қиындық әкеледі. Сол үшін кішкене қаттылау илейсіздер де, бір үйге алдында илеп алғаннан кейін бірікпей жатса, бір 5 минутқа 10 минутқа қойып, содан қайтадан тындырасыздар. Одан кейін осындай дәрежеге жетеді. Осындай дәрежеге жеткеннен кейін қайтадан тағы да өстіп қолмен илеп, иін қандырасыздар да, ішінде ешқандай іртік болып, оның құрғақ болып қалып қалмау керек. Осылай істедік. Енді тағы да 5-10 минутқа қойып, біраздан кейін қайтадан бөлек майлап жөндеп алатын боламыз. Енді міне мынауымыз нан духовкаға пісіреміз. Бұны жұмсақтау қылып иледім. Енді кішкене сәл жұмсақ болып кетті, бірақ ештеме етпейді. Өйткені духовканың месіне салатын болғаннан кейін ол ешқандай не істемейді. Қолдарыңызға майды жағасыздар да пісіре бересіздер. Бұл жұмсақтау болған жақсы. Өйткені нан пісқан кезде жұмсақ болып шығады. Жегендеріңізге де жақсы. Сол үшін көптеу пісірмеймін, бір 2 леске салып пісіретіндей қылып пісірем. Өйткені көп пісіріп қойсаңызда холодильникте тұра берсе де ұқсас құрғап кетеді. Сол үшін аздау қылып пісіремін, жұмсақтау қыламын. Тұзын өте қатты аштырмайсыздар.